ірімшіктен қалған сары су, шамалы қант қосып, осылай қайнатудамын. Біраз уақыт алады әрине, бірақ өте дәмді, табиғи, таза шайға арналған тәтті болып шығады. Әлі сұйықтау, біраз қайнағаннан кейін қоюланады, түсі де өзгереді, дәмі де қалпына келіп, тамаша болады. Сары су дайын. Азайғаннан кейін кішіретте отызға құйып алған болатынмын. Қазір сіздерге осының қоюлығын көрсеткім келіп тұр. 3,5 сағаттың көлемінде қайнаттым. Арасында ірімшіктің ұнтақтары жүр. Енді осыған кепкен ірімшіктің ұнтақтарын салып жіберемін. Қазір ыдыстарға құйып қоямын. Бисмиллахиррахманиррахим. Дайындалуы ұзақ уақытты қажет ететін табиғи, таза шайға арналған дәмді, тәтті тағам. Бұл ірімшіктің сары суынан жасалынған. Парақшамда пайдалы дүниелер өте көп, сондықтан тіркеліп алуды ұмытпаңыздар және видеоға лайк баса салыңыздар. Мәйектің көмегімен ұйытылған сүттен шыққан екі түрлі өнім. Біріншісі кептірілген сары ірімшік және ірімшіктің сары суынан әзірленген сары су тәттісі. Қараңыздаршы, қандай керемет.